Елуді еңсерген шағында ел ағасы, белгілі дін қайраткері Әбдіғаппар Сманов дүние салды деп хабарлайды Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы. Сарыағаш медресе колледжінің директоры Әбдіғаппар Сманов 2020 жылдың 1 шілдесінде таңғы сағат 7:45-те қайтыс болды делінген ақпаратта. Оған артериялық қысым, гипертониялық дағдарыс, қант диабеті, пневмония диагнозы қойылған. Өмірбаяны жайлы Әбдіғаппар Сманов 1970 жылдың ақпанында Түркістан облысының Сарыағаш ауданында дүниеге келген. 1990-1994 жылдары Бекабат қаласындағы Мағрифат медресесінде Өзбекстан діни білім алған. 1994 жылдан бастап Таяқты Ишан мешітінде бас имам және осы мешіт жанындағы медреседе ұстаздық қызмет жасаған. 2010-2016 жылдары Сарыағаш медресе колледжі директорының орынбасары, 2016 жылдың желтоқсанынан бастап Сарыағаш медресе колледжінің директоры қызметін атқарған. Әбдіғаппар Шәкірұлы қазақ топырағындағы ислам дінінің гүлденуі жолында елеулі еңбек атқарды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының республикалық ақпараттық насихат тобы құрамында еліміздің бірқатар аймағында болып, жұртшылықпен жүздесіп, асыл дініміздің насихатшысына айналды. Алланың рақымы, пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, шапағаты болғай делінген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ресми сайтында. Бізде Біле жүріңіз YouTube арнасы белгілі дін қайраткері ұстаз Әбдіғаппар Шәкірұлы Смановтың қазасына байланысты оның туған туысқандары мен жақындарының қайғысына ортақтасып көңіл айтамыз.